пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтсаңыз, соның сыры. Айтқаннан кейін осында бір ерекшелік болады. Алла тағала оны өзі жасаған. Бірінші сыры. Өзі істеген, өзі айтқан. Жалғыз құлшылық бар, Алла бұйырады, бірақ істемейді. Намаз істеді ме Алла тағала? Жоқ, намаз оққан жоқ Алла тағала. Бірақ істе деп бұйырды. Ораза ұстасын ма? Жоқ, Алла сақтасын. Алла тағала ораза ұстаған жоқ. Бірақ бізге бұйырған. Дұрыс па? Садақа беріледі, тағы басқа. Құлшылықтың бәрі осындай. Істеңде деп бұйырады, бітті. Кім арқылы? Жибрил арқылы. Болды. Ал жалғыз осы бұйырған құлшылықтардың арасында біреу ғана бар, өзі істеп барып, өзі сосын барып бұйырады. Ол қайсы? Салауат. Біреу ғана, басқа құлшылық жоқ онда. Бұл құлшылық болып есептеледі. Қайсы? Ас-салауат. Ахзаб сүресінің 56 аятын оқыңыздар. قال الله تعالى استعيذ بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Расында Алла және оның періштелері салауат айтады. Алла кім бастаған сонда? Салауатты Алла бастайды. Сосын барып өзі бұйырады.